Шебер әйел және оның оқиғасы. Ертеде бір қалада бай адам өмір сүріпті. Ол күн сайын таңертең 7 қабат жібек көрпешеде отырып, таңғы асын ішетін көрінеді. Бай әдеттен тойып алған соң әйелін шақырып алып, былай деп мақтанатын көрінеді. Ай бәйбіше, сен менің әйелім болғаның үшін қуан. Құдайға алғысыңды айт. Менің байлығымның, ақылымның, беделімнің арқасында бақытқа кенеліп жүрсің. Мен сені өзімнің дәулетімнің арқасында кедей қызды қаладағы бүкіл әйелдер арасында ең құрметтісі еттім дейді. Осы сөздерді күніге қайталайды. Бай өзін мақтап әйелін даттайды. Ал оның әйелі ақылды, әрі еңбекқор еді. Ол күнде таңертең ерте тұрып малға қарайтын, сиырларды сауатын, күйеуіне және оның тойымсыз қонақтарына ас әзірлейтін. Жұмысының көптігі соншалық шаршап, қалжырап құлауға сәл-ақ қалатын. Байдың жұмысшылары көп болғанымен әйеліне көмекшілер бермейтін. Соған қарамастан әйелі еш күңкілсіз жұмыстарын атқарып, тіпті тақия тігуге уақыт табатын. Тақиялары базарда қымбат бағаға сатылып, одан түскен ақшаны күйеуіне беретін. Бірде бай әдеттегідей өзін мақтап әйелін даттап отырады. Сол кезде төзімі таусылған әйел: О баста мен киімім бүтін, тоқ жүргенімді сіздің арқаңыз деп ойлайтынмын. Ойлап қарасам, сіздің байлығыңыздың еселеніп жатқанына менің де үлесім бар ғой. Сондықтан сіз мені босқа жазғырмаңыз дейді. Мұндайды күтпеген бай ашуға булығып айқай салады: Ей шаш ұзын, ақылы қысқа неме, маған осылай сөйлеуге қалай батылың барды? Менсіз сен әлде қашан қайыршыға айналып, балшықты аунап жатар едің дейді. Жоғал кет, екеуміз ажырастық, жоғал әрмен дейді. Бірақ бұл жолы әйел еш қорықпады. Екі беті қып-қызыл семіз байға жеркене қарап былай дейді: Жарайды, мен үйден кетейін, бұдан мен өлмеймін, ашта қалмаймын. Осы қаладағы ең кедей біреуге тұрмысқа шығамын да, соны бай әрі бақытты етемін деп, әйелі заттарын жинастырып, байдың үйінен кетіп қалады. Ол қаладағы ең кедей және ағаш кесуші жалғыз басты адам Саид екенін біліп алады. Сұрастырып жүріп оның үйін тауып алады. Қисайған ескі қақпа ашық тұр екен. Ішке кірген әйел көптен бері үйдің сыпырылмағанын, қаусап құлағалы тұрған шарбақтарды байқайды. Үйдің ішінде кір-кір көрпеше мен қақиған жастық еденде жатыр екен. Пештің жанында шеті мүжірілген, ыстан батпандай шойын мен шәугім тұрады. Әйел арықтан су әкеліп, ауланы сыпырып, көрпе мен жастықтарды жуып, үйдің ішін тап-таза ғып тәртіпке келтіреді. Содан соң отырып тақия тоқуға кіріседі. Көп кешікпей Саид үйіне келеді. Оның үстінде жамау-жамау киімі, аяғында сүйретпесі, иығында 2 бума отыны бар еді. Сыпырылған ауланы жуылған кірлерді бірден байқайды. Таңырқаған ол үйдің ішіне кіреді. Үйдің іші тап-таза, бөлменің ортасында жап-жас сұлу әйел тақия тоқып отыр екен. Мен бөтен үйге кіріп кеттім-ау деймін дейді Саид кетуге ыңғайланып. Сіз қателеспедіңіз, бұл сіздің үйіңіз, кіріңіз дейді әйел. Таң қалған Саид қозғалмай бір орында қатып тұрып қалады. Таң қалмаңыз, мен ғой сіздің үйіңізге келген, рұқсат етсеңіз осында сізбен тұрар едім дейді. Саид осының бәрін өз көзімен көріп, өз құлағымен естіп тұрғанына сене алар емес. Қуанғанынан есі шығып, әлгі ұсынысқа келіскен болып басын изейді. Сіз өз уақытыңызды қалай өткізесіз деп әңгімеге тартады әйел Саидты. Мен күніге тауға шығамын дейді Саид әңгімесін бастап. Сол жақтан 2 бума отын әзірлеп, базарға апарып сатамын. Ақшасына бұланық жасаймын. Оған тойып алған соң ұйықтауға жатамын. Ендеше сіз жолыңыздан қалмаңыз. Сатқан отындарыңыздың ақшасының жартысына ұн алып, жартысын үйге алып келіңіз.
Жарты ақшасына алынғанын екеумізге жетпейтін шығар деп ойлайды Саид. Дегенмен бұл ақылды әйел сияқты ғой. Соның айтқанын болсыншы дейді. Саидты базарға шығарып салған әйел қайтадан тақиясын тоқиды. Кешке қарай базардан оралған Саид ұн мен ақшаны әйелге береді. Ұннан бұламық жасап, екеуі тамақтанып алады. Саид үйреншікті әдетімен тамақтанып болған соң ұйқыға бет алғанда әйел былай дейді Саидқа. Далаға қараңғы түспей тұрғанда балшық илеп құлағалы тұрған үйдің қабырғаларын сылап тастаңыз. Саид амалсыздан құлаған қабырғаларды сылауға кіріседі. Әйел қайтадан тақия тоқуға отырады. Келесі күні әйелі Саидты ертерек оятып былай дейді. Бүгін 4 бума отын әзірлеуге тырысыңыз, әрі оларды бірден базарға апарыңыз. Мына тоқылған тақияларды да сатыңыз. Отындардан, тақиялардан түскен ақшаның жартысына ұн, күріш, май, тұрма, 2-3 табақ, қазан сатып алыңыз. Ал ақшаның қалған жартысын үйге алып келіңіз. Саид бәрін әйелдің айтқанындай жасайды. Ол кері оралған Саидты жылы қарсы алады. Бірден ас әзірлеуге кірісіп кетеді. Ұннан жаңа қазанға күлше пісіріп, артынан жеңіл тамақ дайындайды. Жаңа дастарханға жайып, жаңа табаққа құйылған сорпа мен күлшені ортаға қояды. Нанды сорпаға батырып рахаттана тамақтанған Саид, қандай дәмді, мұндай тәтті тамақты ешқашан жеп көрмеппін деп риза болады. Еңбек қанағат әкеледі дейді, деп босқа айтылмаған дейді әйел. Егер екеуміз ынталана еңбек ететін болсақ, жай күлше емес, май мен сүтке иленген күлше, жай ғана сорпа емес, ет қосылған тәтті сорпа ішетін боламыз дейді әйел. Олай болса, айт, мен не істеуім керек дейді Саид. Егер сіз тағы да 3-4 бума отын әзірлесеңіз, тіпті жақсы болар еді дейді. Саид балтасымен жібін алып орманға кетеді, ал әйел өзінің тоқыма ісін жалғастырады. Саидтың ынтасы күннен күнге арта түседі. Олардың өмірі жақсара түседі. Көп ұзамай олар молданы шақырып некелерін қияды. Бірде әйел отын мен тақиялардан жиылған ақшаны Саидқа бере жатып былай дейді. Мына ақшаға жақсы есек сатып алыңыз. Ол сіздің жұмысыңызды жеңілдетеді. Расында Саид баяғыдай емес, базарға есекпен 14-18 бума отын таситын болды. Бос уақытында үйімен, ауласын көріктендірумен айналысатын болды. Сыртқы кішкентай қақпаның орнына үлкен дарбаза орнатты. Ауланы жаңа шарбақпен қоршады. Үйдің барлық есігі мен терезелерін жаңартты. Аулаға гүлдер, ағаштар отырғызды. Енді олардың жақсы киімдері, жаңа төсектері, тәуір ыдыстары болды. Бір жолы Саидқа әйелі былай дейді. Егер біз қаланың сыйлы адамдарын қонаққа шақырсақ, жақсы болар еді дейді. Ол шақырылатын дәулетті адамдардың қатарында өзінің бұрынғы күйеуінің есімін де айтты. Саид қонақтарды шақыруға кетеді. Әйел іргелес көрші келіншектерін шақырып, солардың көмегімен тәтті тағамдар пісіруге кіріседі. Айналасы гүлзармен көмкерілген бақтың ортасындағы тақтың үстіне 7 қатар жібек көрпеше төсейді. Көп ұзамай барлық қонақтары жиналады. Дастархан мәзірі нағыз бабына келген кезде қала ақсүйектерінің біреуі үй иесіне былай деп сұрақ қояды. Саид, біз сені қаламыздағы ең кедей адам ретінде білуші едік. Тұрмысыңның жақсарғанын естідік. Енді сенің бай бақуатты күйіңді, жағдайыңды көзімізбен көріп отырмыз. Айтшы, осыған қалай қол жеткіздің деп сұрайды. Мен осынау баққа әйелімнің арқасында жеттім дейді. Отырғандар Саидтың жауабына таң қалады. Бұған әйелдің бұрынғы күйеуі ғана еш таңырқанбайды. Саид шындықты айтып отыр дейді ол. Мен оған сенемін дейді.
Менің еңбекқор өте мейірімді әйелім болатын. Мен оны еш бағалаған емеспін. Тек үйден қуып жіберген кезде ғана еңбекқор мейірімді әйелдің жөнін түсіндім дейді. Бай өзінің әртүрлі малайлар жалдап, оларды барынша қатаң ұстағаны, бірақ бәрібір тұрмыс жағдайының әйелі бар кезбен салыстырғанда әйелі бар кездегідей жақсарта алмағанын әңгімелеп берді. Ол сол әйеліне көрсеткен өрескел қылықтары үшін қатты өкінетінін білдірді. «Айтшы, Саид, сен осындай шебер әйелді қайдан таптың?» дейді. Ол сөз соңында: «Ол маған өзі келді» дейді, жадырай күлімдеп Саид. Осы кезде бай өзінің бұрынғы әйелі екенін түсінеді. Кетерде әйелінің осы қаладағы ең кедей біреуге тұрмысқа шығатынын және оны бай бақытты ететінін